Саламатсыздарбы? 356 есебіміз шығарамыз. Сызықты функция графигінің координаталары өстері мен қиылысу нүктелерін анықтап, оның графигін салыңдар дейді. Бірінші есебіміз деп қояйын. Y-тен болады 2x азайтылған 3. Енді қиылысу нүктесін анықтап алу үшін бірінші біз x пен y тауып алайық. Егер де x-іміз 0-ға тең болатын болса, онда y тауып алайық. Y-іміз тең болады 2 көбейтілген 0 азайтылған 3, яғни тең -3 болды. Қиылысу нүктесі, яғни 0-ден -3-ке дейін болды. Енді y-іміз 0 болғанда x-іміз тауып алайық. Y-іміз тең 0 болса, x-іміз 2 көбейтілген x азайтылған 3 тең болады. Мына жерде теңді мен астына жазам. Яғни 2x тең 3 болады. X тең болады 3 бөлінген 2. Ол 1/5-ке тең. Қиылысу нүктесі, яғни y 0-да, x 1/5. Енді координаталық жазықтықта осы екеуінің қиылысуын график түрінде сіздерге көрсетейін. Яғни 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. X өсі, мынау Y өсі. Енді X-іміз 0-да, Y-іміз -3 болды. Яғни Y-іміз -3, X-іміз 0-да. Мына нүкте болады. Керісінше Y-іміз 0-да, X-іміз 1/5. Яғни 1/5. Енді осы екі нүктенің қиылысуы. Яғни Y тең 2x азайтылған 3. Бірінші есебімізді осылай шығардық. Қайта қарап көресіздер. 56-ның екінші есебін шығарайық. Y тең -1/5x қосылған 1. Енді x-іміз 0-да, y-іміз тауайық. Y-іміз тең болады -1/5 көбейтілген 0 қосылған 1. Яғни тең қандай бір сан 0-мен көбейтсек 0 болады, мұнда 1 қалады. Екеуінің қиылысу нүктесі мына жерде 0-дан 1-ге дейінгі аралық. Керісінше y-іміз 0 болған кезде x-іміз табамыз. 0 тең болады -1/5 көбейтілген x қосылған 1. Яғни -1/5 x тең болады -1 болды. Енді x-іміз тең болады плюс болады. Мына жерде плюс 1/5 болады. Минусқа минус бөлінген кезде плюс таңба болады. Екеуінің қиылысу нүктесі, яғни 0-дан 1/5-ке дейінгі аралық. Координаталық жазықтықта қиылысу нүктелерін табамыз енді. Y өсі, мынау X өсі. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, минус бұл 1, 2, 3. Яғни X 0-да, Y 1. Мына нүкте болды. Y 0-да, X 1/5. Мына нүкте болды. Y тең болады -1/5x
қосылған 1. Бұл екінші есебіміз. Енді үшінші есебіміз шарақ. Y тең болады 0,3x азайтылған 1,5. X-іміз 0 болған кезде Y-іміз мәні Y тең 0,3 көбейтілген 0 азайтылған 1,5, яғни тең болады минус 1,5. Y-іміз екеуінің қиылысу нүктесі 0-де минус 1,5 болды. Керісінше Y-іміз 0 болған кезде X-іміз табамыз, яғни 0,3 көбейтілген X азайтылған 1,5. 0,3 X тең болады 1,5 болады. Енді X-іміз тең болады 1,5-ті, 1,5-ті бөлеміз 0,3-ке, сол кезде X-іміз 5-ке тең болады. Екеуінің қиылысу нүктесі, яғни Y 0-де, X 5. Енді координаталық жазықтықта қиылысу нүктесін табамыз. Яғни X-іміз 0-де, Y-іміз минус 1,5. Мына аралық болады. Y-іміз 0-де, X-іміз 5. X-іміз 5. Енді осы екі нүктенің қиылысуы. Бұл үшінші есебіміз. Y тең болады 0,3x азайтылған 1,5. Бұл үшінші есебім. Төртінші есебіміз шарақ. Y тең минус x қосылған 6. X 0-де, Y табайық. Яғни 0 болады мына жерде. X-тің орнында. Қосылған 6 тең 6 болады. Яғни екеуінің қиылысу нүктесі 0-де 6 болды. Y-іміз 0 болған кезде X-іміз табайық. X-іміз минус болуға болмай, сондықтан минус 1-ге көбейтіп жіберсек 6 болады. Яғни екеуінің қиылысу нүктесі 0-де 6 болды. Координаталық жазықтықта график саламыз. X өсі және де Y өсі. Мұнда 6 деп ала берейін. Мұнда 6. Яғни X 0-да. Мен мына жерде сандар қоймадым, сіздер қоя салыңыздар, я, өздеріңіз. X 0-да, Y-іміз 6 болды. Керісінше Y-іміз 0-да, X-іміз 6 болды. Осы екеуінің қиылысуы. Яғни Y тең минус X қосу 6.
Келесі 5-ші есебімізде y тең болады 0,6 x азайтылған 3. X-іміз 0-да, y-іміз табайық. Y тең 0,6 көбейтілген 0 азайтылған 3. Яғни -3 болады. Екеуінің қиылысу нүктесі 0-ден 3-ке дейінгі аралық. Келесі y-іміз 0 болған кезде x-іміз табамыз. 0,6 көбейтілген x азайтылған 3. 0,6 x тең болады 3. Енді x табу үшін x-іміз тең болады 3-ке бөлеміз 0,6-ны. X-іміз тең болады 5. Яғни екеуінің қиылысу нүктесі 0-ден 5-ке дейінгі аралық. Координаталық жазықтықта қалай болады екен? Енді x-іміз 0-да, y-іміз мына жерде -3 қой мынау. Y-іміз -3 болды. Y-іміз 0-да, x-іміз 5 болды. Яғни y тең 0,6 x азайтылған 3. Бұл 5-ші есебіміз. Соңғы 6-ші есебіміз шығарайық. Y тең -0,5 x азайтылған 2. X-іміз 0 болған кезде y-іміз табайық. Y тең мына жерде бірден қоя салсам болады екен, -2. Яғни -2 болады. Екеуінің қиылысу нүктесі 0-ден -2-ке дейін. Енді y-іміз 0 болған кезде x-імізді табамыз. -0,5 x тең болады 2. X-іміз тең болады. Бөлеміз 2 бөлінген -0,5. X тең болады. Яғни -4 болды. Енді екеуінің анықталу қиылысу нүктесі, яғни 0-ден -4-ке дейінгі аралық.
Енді x-іміз 0-да, y-іміз -2. -2, яғни осы аралық болады. Y-іміз 0-да, x-іміз -4. X-іміз -4. Яғни y-тен болады -0,5 x азайтылған 2. Осымен есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.